Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі зерттеу алаңына қош келдіңіздер. Алдымен өзіміз таныстырып өтейік. Мен Әсел Жұмағожақызы, тәрбиеші боламын, және менің көмекшілерім Көзай Бауыржан Тимурқызы, Көркем Аратқызы. Жарайсыңдар балалар. Біздер бір пакетке Көзайым сен допты толтырасың, Көркем сен ауа толтырамыз. Ал бастайық. Жарайсыңдар. Көзайым сен не жинадың? Көк, қызыл, сары. Не заттар болады? Доп. Жинады, иә? Демек бізде төрттік бол салапан ішінде доп бар екен, иә? Жақсы. Көркем, сен салапанда не бар деп ойлайсың? Ауа. Ауа. Ауаның түсі бар ма? Жоқ. Көзге көріне ме ауа? Жоқ. Жоқ, көрінбейді екен, иә? Көрінбейді. Ал түсі жоқ екен, қайдан білеміз? Кәнекей, не алақанын көріп тұрсың ба? Иә, демек ауада түс жоқ, иә? Жақсы, жарайсың. Біз тәжірибеміз балалар, біздер қазір көреміз, су жеңіл ме екен, ауа жеңіл ме екен? Ауа жеңіл. Соны зерттеп көрейік. Суға сала ғой, ауасы жоқ. Саламыз, саламыз. Ал Көзайым сен ауа жеңе ғой. Көмектесейік. Басып көрейік. Баса ма? Жоқ, баспайды. Демек бізде ауа жеңіл ме, су жеңіл ме? Ауа жеңіл, иә? Жақсы, жарайсың. Анда қарайықшы, не көріп тұрық біздер? Не мынау? Әуе шары. Әуе шары. Бала, әуе шары бізде ысы ауамен жүреді екен. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Астында от жағып тұр. Демек қазір осыны біздер зерттеп көрейік. Әуе шары ысы ауамен ұшады екен, иә? Балалар, әуе шары ысы ауамен ұшатынын дәлелдеу үшін біздер бір тәжірибе жасап көрейік, иә? Ысы суға салып көрейік. Не өзгереді екен? Не істеп жатыр шарымыз балалар? Тұрды. Демек әуе шарымыз немен ұшады екен? Ысы сумен. Ысы су арқылы біздер зерттедік. Ысы ауамен ұшады екен, иә? Жақсы. Ал енді салқын суға салып көрсек. Не істеді шарымыз? Құлады. Құлады, иә? Су суға. Салқын суға түседі. Жақсы. Ысы суға салсақ, шар үріліп жоғары ұшады екен, иә? Ысы ауамен. Ауа салқындаған сайын шар төменге түседі екен, иә? Иә. Жақсы. Ал келесі тәжірибемен біздер магнитпен танысайық. Қанекей, ұстап көрдіңіз қолыңызды. Не екен бұл? Темір. Темір, ауыр темір екен, иә? Ал бұл темірдің қандай қасиеті бар екен? Біздер қазір тәжірибе арқылы зерттеп көрейік, иә? Бірінші тәжірибемізде көрейік. Ұсақ темірлерді қағаздан магнит өткізе ме екен? Өте ме екен, көрейік. Жарайсың. Демек біз магнитіміз қағаздан да өтеді екен, иә? Келесі тәжірибемізде балалар көрейік. Магниттің күші жете ме екен, жұқа ағаштан өте ме екен, соны зерттеп көрейік. Жарайсың. Күші келді ме екен бізде? Келді. Тағы бір тәжірибемізді көрейік. Магниттің күші пластмастан өте ме екен? Ішіне скрепканы саламыз. Қанекей, сіз көрейік. Жарайсыңдар. Демек пластмасса ыдыстан өтті, иә? Ал енді әйнек ыдысты көрейік. Әйнек ыдысқа саламыз. Ал істеп көрейік. Ой, жарайсың. Әйнектен де біздің магнитіміз өтеді екен. Енді әйнек ыдысқа су көрейік. Суға скрепка салып көрейік. Ал енді әйнек ыдыстағы судан магниттің күші деген көрейік. Ой, жарайсың. Демек магниттің күші мықты екен, иә? Балалар, сонымен қатар біздерде оқып іс әрекетінде қызықты болу үшін ойында ойнауға болады екен магнит арқылы, жаңағы скрепкалар арқылы. Ойынға ат та қоюға болады. Мысалы, қандай қоямыз? Қазынаны тап деп қоюға болады, иә? Енді оның үстіне оны себеміз. Жасырып қоямыз. Магнит арқылы қазір астында қандай қазына бар екен тауып көрейік. Ой, жарайсың ма? Жасырған бір қазынамызды тауып алды, иә, магнитіміз? Бұнғы сендер зерттеу алаңында ұнады ма? Иә. Ұнады, иә? Ал немен таныстық? Не зерттедік біздер? Бүгін біз онымен былай жауыстырдық. Сосын баклажкамен шарды ысы сумен істедік. Ол деген салқын суға көтерілді, салқын суға құлап қалды. Демек, әуе шар бізде немен ұшады екен жоғарыға? Ысы ауамен. Жарайсың. Ауа салқындаған сайын шар не істейді екен? Төмен қарай түседі екен, иә? Жақсы. Тағы да не зерттедік? Сосын Салапанға не жинадық жаңа? ауа жинады. Ауа жинадық, иә? Ауасы салапан не істеді суға батырғанда? Батпады. Батып кетті, иә? Ауасы жоқ. Ауа толтырған салапан? Батқан жоқ. Неге батқан жоқ деп ойлайсыңдар? Ауасы жылбай болғасын. Демек, ауа судан жеңіл, иә? Иә. Жақсы балалар. Жалпы бүгінгі зерттеу сіздерге ұнады, иә? Иә. Жақсы. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.